Бұқа мінген көкжал ертегісі. Бір күні таң алдында апаннан боқпантайлап шыққан көкжал кісі бойы өскен қамыс пен қалың тоғайды жамыла, қара ойды бойлай жортып бір ауылдың маңына келіпті. Ол қойдан бөлініп қалған қозыға кез болып тап беріпті. Үрейі ұшып, қатты шошыған қозы қалтырап, «Қасеке, мен тісіңізге сыздық болам ба? Бір асым етім жоқ, мені қайтесіз? Онан да шығыс жақтағы өзенге барыңыз. Ондағы құла бие суатында бір құла тай жаздай шыға алмай жатыр. Сізге табылмайтын ас сол. Оның еті майлы да дәмді ғой, шіркін» депті. Қозының сөзіне еліткен көкжал қозыны тастай беріп сол бағытқа қарай жорта жөнеліпті. Ол өзен жағасына келсе, шынында бір құлатай жардан шыға алмай жатыр екен. Қуанышы қойнына сыймаған көкжал оны жемекші болып тұра ұмтылыпты. Сонда құлатай көкжалға: «Бәлі көкжал, неткен ақылсыз едің» депті. «Мені қалайша ақылсыз дейсің?» деп сұрапты қасқыр ызаға булығып. Сонда құлатай аспай-саспай жауап беріпті: «Мені осы күйімде жесең, сары балшыққа араласқан етте не дәм болмақ? Егерде мені батпақтан шығарып, таза көгалға апарып жесең, сонда еттің дәмі тіліңді үйірмес пе еді?» депті. Қасқыр миығынан күліп: «Жарайды, ақымақ болғаныңмен басың бар екен» деп құлатайды жалынан тартып жардан шығарады. Сонан соң құлатайдың жылы жұмсақ етіне бір тоятын болдым ғой деп көңілденіп жеуге ыңғайлана бергенде: «Ей, атың кім?» деп сұрайды құлатай. «Жоңғар қойнауының әйгілі ханы боламын» депті қасқыр күмілжіп. Құлатай оны төтенше қадір құрмет тұтқан кейіпте: «Охо, алдияр ханеке, онда менің сол жақ саныма басылған таңбаны көріңізші» депті. «Жарайды, көрейін, несі бар?» деп қасқыр бейне бір үлкен оқымыстыдай аяғын кердеңдей басып құлатайдың мінер жағына шығады. Ол таңбаға қарай бергенде құйрығын шаншыған құлатай тарс еткізіп көкжалды жаппасынан түсіріп құйындыда зытып беріпті. Тай тепкен аузы мұрны қан жоса болған қасқыр орнынан әрең сүйретіліп тұрып құмға қарай безіпті. Ол солтүстік жақтағы белеске көтерілісімен күлім қаққан күн ұясынан шығып, шар тарапқа нұрын шашыпты. Түнгі жортуылда аузы қызылға тимеген көкжал апанына қарай салып ұрып келе жатса, бір шетте жалғыз қызыл бұқа жайылып жүр екен. Қасқыр тепкіден дал болған аузын арандай ашып, теріңді тірідей сыпырып, майлы етіңді асаймын деп қызыл бұқаға ырылдайды. «Ей, түздің көкжалы» дейді қызыл бұқа. «Осыншалық жасқа келіп, қолға қараған сиыр етінің қатты шандыр болатын білмеуші ме едің? Оның үстіне тісің жоқ екен. Мені қайтіп сүйсініп жейсің? Онан да екіміз батыс ауылының қыз ұзату тойына барайық. Табақ-табақ семіз қой етін емін-еркін жеп, сыйлыққа бір тояйық. Бұл ақылым қалай? Ұзақ жол жүруге шыдамың жетпес. Сары таңды сергелдеңмен өткіздім. Енді аяғымды бір басуымның өзі мұң болып тұр» дейді қасқыр тыжырынып. «Егер қатты шаршап шалдыққан болсаңыз, маған мініп алыңыз». Бұқаның бұл сөзін естіген қасқыр: «Мен барсам, адамдар маған қастық қылмай ма?» деп сұрайды. «Тақсыр-ау, сіз адам баласы. Той, тілеу күні біреуге қастық істейтін жаман ырымға барады деп қашан естіп едіңіз?» дейді бұқа аспай-саспай түсіндіріп. Бұқаның сөзінің қисынына сенген көкжал: «Көп сөз көжеге қатық болмас, барсақ барайық» дейді, семіз қой етін жегісі келіп. Сонан ол бұқаға мінеді де тойға қатысу үшін ауылға бет алады. Қызыл бұқа көкжалды арқасына мінгізіп алып, той болып жатқан ауылға келеді. Тойға жиналған ел жұрт бұқаға мініп алған қасқырды көре сала, айқай сүрең салып, мылтығы барлар мылтығын алып, иті барлар итін қосып лап қояды.
Бұқа осы кезде мөңкіп қалып көкжалды жерге жығады. Істің насырға шапқанын білген көкжал құйрығын бұтына қысып Ырымбай құмына қарай зытып береді.